Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі пәнінен 114-ші сабақ сан есім тақырыбында сабағымызды бастамақпыз. Мақсаты сан есімді табу және мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру. Бағалау критерийі сан есімдерді табады, мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырады. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасап өтейікші. Біз қазақ тілінде сөз таптарды өтіп жатырмыз. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар дедік. Оның ішінде бізге 5-еуі белгілі. Соның ішінде сан есімді өтетін боламыз. Зат есім кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Етістік не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Есімдік зат есім, сын есім, сан есім орнына жұмсалады. Енді біз осы сан есімді өтетін боламыз. Енді балалар, қазір сіздерге мәтін ұсынбақпын. Бұл мәтінде ең үлкен ғаламшарлар және сақиналы ғаламшарлар туралы айтылады. Олай болса, оқулығымызды ашып, 96-шы беттегі 49-шы жаттығуды қараймыз. Мәтінді мәнерлеп оқимыз. Ғаламшарлар туралы берілген деректерді ата-аналарымызбен бөлісеміз. Мәтіннен неге, неліктен сұрақтары мен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырамыз. Балалар, сұрақ құрастырып болсақ, келесі видео түсірілімге назар аударайық. Сан есімді Аймектеп KZ каналынан видео көруден бастайық. Және керекті мәліметтерді мұқият тыңдап, жаттап алайық. Сан есім дегеніміз не? Сан есім қандай сұрақтарға жауап береді деген сұрақтарға осы бейнефильмнен жауап таба аласыздар. Аймектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңыз шаға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет,
2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Сонымен балалар, бейнефильмді көріп болсақ, сан есім ережесін есімізге түсіріп жіберейікші. Заттың санын ретін білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Сұрақтары қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді екен. Мысалы, 10 дәптер, 5 қалам, 3 қатар. Есептік, реттік болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді, қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есім заттың саналу ретін білдіреді, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, есептік сан есім 3 терезе, 8 кітап. Реттік сан есім 7-ші қатар, 1-ші орын. Ал енді балалар, сан есіммен танысып болсақ, дәптерімізге 50-ші жаттығуды орындайық. Жаттығуда берілген сан есімдерді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Сан есімдердің қайсы реттік, қайсы есептік сан есім екенін дәлелдейміз. Дескриптор сан есімдерді қатыстырып сөйлем құрап жазады. Сан есімдердің қайсы реттік, қайсы есептік сан есім екенін дәлелдейді. Грамматикалық және пунктуациялық нормаларды сақтайды. Каллиграфиялық талаптарға сай жазады. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді барлық тапсырмаларды орындап бітсек, қаншалықты меңгергенімізді тексеру үшін күлегештер арқылы жауаптарымызды WhatsApp желісіне жүктейміз. Үйден, балалар, есептік, реттік сан есімді пайдаланып, 3 сөйлем құрастырып жазамыз. 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 3 сөйлем құр
Назарларыңызға рахмет. Мен сіздерден жауап күтемін. Сау болыңыздар.